майда жасай алатын нан жасаймыз. Un, қант, дрожжи, сұйық май, тұз керек. Нанымызды 340 грамм жылы суымызға дрожжимызды қосамыз. Қантымызды қосамыз. Тұзымызды қосамыз. Араластырамыз. Бес жүз 30 грамм ұнымызды қосамыз. Алдына елеп аламыз. Замешательдеп қойдық. Енді үстіне сұйық маймен елеп жібереміз. Құйып сумен қатты басып, 1,5 сағатқа, жарты сағатқа қойып қоясыздар жылы жерге көтерілуге. Сол тестамызды былай орап, май жаққан листқа қоямыз. Үстінен кішкене көтерілгеннен кейін, жарты сағаттан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, духовкаға 170 градусқа 30 минут пісіреміз. Енді жұмыртқаның сарысын жағып жатырмын. Осыны жағып тесін. Қызып тұрған духовкаға 170 градусқа 35 минутқа пісіресіздер. Бірақ енді әркім духовкасы әртүрлі, қарайсыздар ғой. Нанымыз дайын болды. Қазір ыстық турасам, қазір турап тағы да түсірем. Нанымызды ыстық болғасымен турамаған, духовкада пісіргенін көрсеттім. Міне енді піскен уақыты, міне бұлқылдап тұр. Міне астарыңыз дәмді болсын. Менің арқама тіркеліп, жүрекшені басып, мені қолдап кетіңіздер.